Шығындарды азайту, қызметкерлерді қысқарту, стратегияның орындалу барысы және корпоративті басқару жүйесін жетілдіру. Бұл жолға басқарма отырысында қаралған мәселелер осы. Жиында белгілі болғандай, компаниялар тобы алдағы 3 жылдың ішінде 134,8 миллиард теңгені үнемдейді. Бұл жұмыстың аясында орталықтандырылған сатып алу әдістерін қолдану көзделген. Мы ставим задачу. Алға қойып отырған міндет біздің компанияларымыздың құны нарықтық деңгейде болуы тиіс. Ешбір кезде одан жоғары да төмен де емес. Мәселен, Кигок нарықта қазмұнайгаздың бағасынан арзан болатын мұнай өнімдерін тапса, сатып алсын. Ал егер жоғары бағамен алатын болса, бізде сауалдар туындайды. Тек соның арқасында ғана 6 миллиард теңгені үнемдеуге болады, синергия есебінен. Шығындарды азайту бағдарламасы тек әкімшілік шығыстарға ғана емес, тасымалдау мен өнімдердің өзіндік құнын реттеуге қатысты. Алғашқы жарты жылдықта алынған экономикалық әсер 20 миллиард теңгеге тең. Ал компаниялардың құнын көтеру мақсатында 4 жылдан бері кәсіптік емес активтерді қайта құрылымдау қарқынды жүргізілуде. Осы бағдарламаны қабылдаған кезде бізде 560 кәсіптік емес актив пен нысан болды. Бүгінде топ құрамынан 409 актив пен нысан шығарылды. Бір қатары жойылды, енді біреулері жергілікті атқару органдарына берілді, қалғаны сатылды. Қазір құзырымызда 151 актив пен нысан қалып отыр. 2015 жылға дейін олардан да арыламыз. Биыл компаниялар тобында 2300-ден астам қызметкер жұмыстан босатылмақ. Ұлттық холдинг құрылымын оңтайландыру елбасының тапсырмасына сай қолға алынған. Негізінен қысқарту әкімшілік аппаратты қамтиды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша әкімшілік басқару ұжымы 29790 адамды құрады. Ал еңбек ақысына жұмсалатын шығындар 7 миллиард теңгеге қысқарған. Алайда бұл үрдіс қаншалықты ауыр болғанымен заңда әрі орынды сияқты. Әр лауазымға қатысты жан-жақты талдау болғаннан кейін ғана қысқарту жүргізіледі. Бөлім басшылар емес, бөлімдер бар қысқартылған. Толық. Кейбір компанияларда, мысалы, корпоративтік басқару бөлімдер бар. Ол кезінде 5-6 жыл бұрын керек функция еді. Қазір дамып келе жатқан кезде ол функция жайлап шектеліп, жоққа кетіп жатыр. Оның себебі біз корпоративтік басқару үшінде уже деңгейіміз көтерілді. Керек емес жұмыс істемеу керек. Тек қана керекті мүмкіншілік болса қалдырады. Бұл кісілер біздің группада, біздің компанияларымызда істеген адамдар, білімдері де бар, тәжірибесі де бар адамдар бар. Басқарма мүшелері корпоративті басқару жүйесін жетілдіруге байланысты құжаттарды қарастырды. Соның ішінде компанияларды басқару жөніндегі регламент, қордың келесі жылға арналған корпоративті күнтізбесі және еншілес ұйымдарға жолданатын болжалдар бар. Аталған құжаттар экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің тәжірибесі негізінде әзірленді. Басты мақсат акция иеленушінің топ мүшелерімен қарым-қатынасын жүйелендіру. Түгел самұрықтың компания ішінде енді бір стандарт алынған. Сол корпоративтік стандарттың ішінде енді түгел компания көріп жатырмыз. Сол жаңа бізге консультация KPMG енді прайсвоттерхаус компаниялар сол корпоративтік диагностиканы істеп жатыр. Енді сол корпоративтік диагностиканың ішінде енді түгел қандай қызметтер бар, қандай қысқарту керек, қандай негізгі жаңа мәселелер шығарады, сол нәрсе. Самұрық-қазына стратегиясын жүзеге асыру жоспарына сәйкес 6 айдың ішінде 200-ден астам іс-шара орындалды. Жоғарыда көрсетілгендерден басқа электронды сатып алу жүйесін енгізу және қызметкерлерді ынталандырудың тиімді жүйесін қалыптастырусында маңызды бастамалар уақытылы атқарылып келеді.